Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кереметте өте жылдам әрі оңай дайындалатын сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Рецепті өте қарапайым, үйдегі бар заттармен кереметте осындай шайға бәліш дайындап көріңіздер. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа бірінші бөлме температурасында тұрған сары май саламыз, сосын шекер саламыз. Осы қажетті заттардың барлығын өлшемдерін мен описание бөліміне жазып қалдырдым. Қарап оқып алыңыздар. Вилканың көмегімен осылай сары майды езіп аламыз. Оған бір жұмыртқа саламыз. Сосын бір шай қасықта раздохнитель саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Енді осыған шамамен бір 200-250 граммдай ұн қажет болады. Жұмсақ етіп қамыр елеп аламыз. Міне қараңыздар, қамыр осындай жұмсақ болып дайын болды. Енді осы қамырды селлофан пакетке салып бір 20-30 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Осы аралықта начинканы дайындап аламыз. Кез келген сүзбені 400 граммдай бар бұл жерде. Сосын оған 2 жұмыртқа саламыз. Шекер саламыз. Бір 100 грамм шекер. Сосын 200 граммдай қаймақ саламыз. Қаймақтың, сосын сүзбенің майлылығы маңызды емес. Сосын крахмал, кукурузный крахмал. 2 ас қасықта кукурузный крахмал салдым. Егер кукурузный крахмал болмаса, сіздер оны ұнмен ауыстырсаңыздар болады. Енді блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Егер блендер болмаған жағдайда, кәдімгі қолдың көмегімен осылай жақсылап венчиктің көмегімен жақсылап араластырып езіп алсаңыздар болады. Міне осылайша начинка дайын. Енді формаға қамырды біртіндеп жайып, шеттеріне шығарып, бортик жасауды ұмытпаймыз. Кәдімгі бисквит пісіретін формада жарайды. Сондай формаға пісірсеңіздер де бола береді. Мінекей, осылай жұп-жұқа етіп жайып, шетіне шығарып осылай жасап алыңыздар. Енді осыған бағана дайын болып тұрған начинкамызды құямыз. 180 градуста бір жарты сағатқа пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, жарты сағаттың ішінде осылай әдемі болып бір тегістеп пісіп шығады. Қараңыздар араларын, мінекей. Дәмі деген өте ерекше, ауызда еретіндей, өте оңай әрі жылдам дайын болатын осылай сүзбелі бәліш дайын болды. Егер рецепт ұнаған болса, сіздер де жасап көріңіздер. Әлеуметтік желілер арқылы достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!